Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай сырып тігілген көпшікті үйренетін боламыз, иншалла. Бұның размері 40-40 сантиметр. Арт жағы осындай астар матаға отырғызылған. Негізгі түсіміз бізде сары, оюымыздың түсі сары болады, ал фоновый түсіміз көк болады. Жан жағының барлығы окантовкамен тігілген, өте әдемі, аккуратно көрінеді. Ол үшін бізге қажеті оюымыздың лекаласы, бұл сіздерге берілді. 4 А4-ға бір-біріне жапсырып отырып, шығарып ойып аласыздар. Маталарымыз, мынау бізде матовый велюр, сары түсті, оюымыздың түсі, мынау көк түс, основа түсіміз. Кейін бізге керегі паутинка, бұл клеевой мата, метражный деп айтасыз, метражныйын сатып аласыздар. Мынау флизелин, бұл біздің оюымыздың астына кетеді. То есть мына көк матаға флизелинді жапсырамыз. Зерлеп, жаңағы зигзагтап тіккен кезімізде оюымыз жиылып қалмау үшін. Одан кейін наполнитель, толтырғыш, менде 100-дік синтепон. Және де астар матамыз. Кәдімгі киімдерді тіккен кезде пайдаланатын астар маталардың бірі. Бұлардың барлығының размері 40-40 сантиметр. Бірақ бізге ең бастысы, ең астыңғы матамызды 3 сантиметрге көп қылдырып аламыз. 43-43 қылдырып. Бұның себебін кейін түсіндіретін боламыз. Сэндвич жасаған кезде сіздерге түсінікті болады. Түсті оюымыздың матасын, астарын, мынау беткі жағы, мынау теріс жағына оюымызды дәл ортасына, тура ортасына орнатамыз, орналастырып, жан жағын өлшеп шығамыз. 10,5 сантиметрден болу керек. Әр бұрышынан мына жағын өлшеп, тура ортасына қойып, егер жылжып кетеді деп уайымдасаңыздар, бұлай иінемен бекітіп, қағаз оюларыңызды 4 жағынан жақсылап бекітіп аламыз. Оюларымыз жылжып, әйтпесе қисық болып қалады. Соны естеріңізде сақтаңыздар. Мінекей мен бекітіп алдым, тура ортасына қойып. Ендігі біздегі мақсат осы оюымызды қарапайым ручкамен, болмаса фломастермен айналдырып отырып сызып аласыздар. Біз оюымызды жан-жағын өлшеп, тура ортасына орналастырып алдық. Енді ортасынан бастап, оюымызды шетінен басып отырып, бастырып аламыз. Міне ортасын ойып шықтым, тура солай 4 жағын, жан-жағын айналдырып бастыру керек болады. Мен оюымды айналдырып бастырып алдым. Енді бекіткен инелерімізді шығарамыз. Мінекей, ендігі жұмыс бізде үтікпен болады. Біз осы оюымызды аламыз үтікке. Фоновый көк матамызды аламыз. Дублерин және флизелинімізді алып, үтікке қарай жайғасамыз. Келдік. Мына біздің оюымыз. Дублерин, бұл клеевой мата. Оюды матаны екінші матаға жапсыру үшін арналған. Көктеп тігіп жүрмейсіздер оюыңызды фоновый матаға просто алып жапсыра саласыздар. Бұл жерде маңызды ұмытпайтын главный нәрселердің бірі сіздерге мынандай пергамент қағаз керек болады. Бұл не үшін? Бұл клеевой. Егер де сіз прямой үтікпен жабыстыратын болсаңыз, бұның барлығы сіздің үтігіңізге жабысады. Во-первых, сіздің үтігіңіз құртылады. Екіншіден, матаңыз уже жарамсыз болады. Пергаменттің именно осы түрі, фрикенбок, бір алсаңыз ұзақ уақытқа жетеді. Бұл антипригарный покрытиясы бар, өте удобный. Мен осындай қылдырып, үлкен қылдырып бір-біріне жапсырып алған болатынмын. Және де бір жақ шетіне үтік деп жазып қойдым. Чтоб кейде дублериніміз, жоқ, паутинкамыз мынаған жабысады. Бірнеше рет многоразово пайдалану үшін бір жақ шетіне үтік деп жазып алдым. Құртып алмау үшін барлығын теңіздеп қойып аламыз. Пергаментімізді қоямыз. Үтігіміз орташа қызу керек. Ақырындап отырып үтіктейміз. Бисмилла. Міне байқағандайыңыздай өзі жабысады.
Бұрын мен ана үлкен оюларды үтіктеген кезде қайта ашып бөлек жабыстырып отырмау үшін бір-біріне жалғап алған двухсторонний скотчпен. Удобно болу үшін. Енді бізде астыңғы жағы мына жерде не учла, аны қайтадан шешіп, мына жағында жабыстыру керек болады. Ашқан кезде де міне уже біздің паутинкамыз матамызға жабысып қалды. Ашқан кезде байқаңыздар, егер мына мата мынаған жабысатын болса, ол бір-біріне жабысып қалады. Бұл паутинка ол специально жабыстыру үшін арналған клеевой. Аккуратно, асықпай ашамыз. Ыстық күйінде ашқан қиынырақ. Астыңғы жағына орналастырып, тағы да бір рет үтіктеп аламын. Бисмилла. Жабысқан жерлер өздері белгілі болады. Уже оюңыздың контуры четкий болып көріне бастайды. Үтіктеп алдық. Енді асықпай ашып, тура осы жайылған күйінде бір жерге осылай қойып қоямыз. Бұл кем дегенде 2 сағаттай кебу керек болады. Суып, кеуіп, одан кейін барып жұмыс істейміз. Енді біз фоновый көк түсімізге флизелин жапсырамыз. Бұл флизелин қатайтатын матаның бірі болып табылады. Бұның өзінің түрлері болады. Жұмсағы да болады, қаттысы да болады. Мен қаттысын алдым, чтобы біз оюды жаңағы зигзагтаған кезде жиырылып қалмайтыны. Ең бірінші алғашқы рет білмеген кезде мен жұмсағын алып қойып, мен оюымның барлығы бір-біріне жиырылып, әдемі емес болып шықты үшін. Бұл жерде қалай, мына бір жақ шеті матовый болады, ал бір жақ шетін анықтап қарасаңыздар, міне жылтыр болады. Сол жылтыр жағын матамыздың теріс жағына қараймыз. Мынау оң жағы, мынау теріс жағы. Теріс жағына оң жағын қаратамыз, жылтыр жағын сол терісіне қаратамыз да. Ортасынан бастап асықпай үтіктейміз. Бисмилла. Міне, матамызды отырғыздық. Көріп тұрғандарыңыздай, бұның уже формасы басқаша, уже қатайып қалды. Жаңағы дублерин паутинка жапсырған оюымызды жапсырған кезде прям қатты қағаз сияқты тіккенге удобно. Біздің оюымыз полностью кепті, бір-біріне жабыспайды. Енді осыны қиып аламыз. Біз сыртында ішінде пайдаланатын болған соң аккуратно ойып алу керек боламыз, чтобы рамасында пайдаға асыру үшін мен мынандай шепшек пайдаланамын. Екіге бөктеп, бір-біріне сызықтарын теңестіреміз де, осы жерден ақыры насечка жасаймыз. Мінекей, кішкентай насечкамыз жасалынды. Сіз менікі сияқты шепшек пайдалансаңыз болады, болмаса маникюрный ножницы, либо обычный қайшымен осылай ақырындап контурмен ойып алып шығасыз. Бұл жерде бізде рамасы бөлек шығады, ортасы және де мына бір детальдан төртеу шығады. Қазір мен ойып болғаннан кейін тағы көрсетемін. Оюымызды уже ойып алдым. Мына біздің оюымыздың рамасы. Бұны да обязательно пайдаланамыз. Сол үшін тастауға болмайды, аккуратно қиямыз. Тура осындай рамадан міне қызыл түсінен тіккен болатын. Тоже өте әдемі. Жастыққа, көпшікке өзіңіз білесіз, может даже үлкен көрпелердің ортасына пайдалансаңыздар да болады. Біз бұны аккуратно жинап, шетке қойып аламыз да, өзіміздің оюымызды орналастырамыз. Бұл жерде айтып кететін нәрсе, ворс, как всегда ворс. Матамыздың несіне төмен қараймыз. Мені былай қарасаң жоғары көтеріледі түгі, былай түсірсең төмен. Бізге осының төмен қарап тұрғаны керек. Мынау біздің ойылған оюымыз. Бұны тоже самое, біз ворсын қараймыз, қай жаққа қарап тұр. Міне, ворсымыз обязательно төмен қарап тұрады. Екі жақ бұрышымыз, екі жақ шетіне қарайды. Осыны әдемілеп орналастырамыз да, қайтадан үтікке барамыз. Жан-жағының барлығы бірдей қашықтықта болу керек. Мына бұрышпен, мына бұрыштың қашықтығы қандай болса, төрт жағында барлығы бірдей болу керек. Соны мұқият бақылаймыз. Бізге келдік, ворстарымыз төмен қарап тұр. Мен жан-жақтарын барлығын өлшеп алдым, тура ортасында тұр. Енді айтып кететін нәрсе, біздің мына қошқар мүйізіміздің бұрышы тура бұрышқа қарап тұру керек. Мына бұрыш, мына бұрышқа, мына бұрыш, мына бұрышқа. Соны кішкене қадағалаңыздар, өйткені егер мынау былай жылжып кететін болса, көрдіңіз бе, әдемі емес, уже оюыңыз жылжып кетеді. Үтігімізді қыздырып жатырмыз. Қазір басамыз. Бұның асты паутинка, қазір ол жабысады. Велюрді айта кететін нәрсе, бұның өзін ғана үтікпен басып үтіктей алмайсыздар. Бұл күйетіні бар. Сол үшін біз марляны сулап, қатты шылқылдатпай, средний дым қылғылдырып, оюыңыздың бетіне жабамыз.
марлямызды жапқаннан кейін, мысалға бізде 4 бұрыш қой, сол 4 бұрышты шетінен басамыз. Паутинкамыз матасына өзі жабысып, орнына түседі. Бастысы оюды орнынан жылжытып алмау қажет. Төрт жағын орнықтырып алғаннан кейін, жан жақтарын уже ақырындап былай баса берсеңіздер болады. Уже жылжымайды. Главное, бұрыштарын жылжыта алмасаңыздар болды. Ашамыз. Міне біздің оюымыз полностью жабысып тұр. Біз қазір зигзагтауға көшеміз. Жібіміздің түсі оюымыздың түсімен бірдей болу керек. Машинканың настройкасына келетін болсақ, мен бірден сәл ғана 1-2 не жоғары аламын уровень. Одан кейін зигзагымыздың ширинасын 3-ге қоямын. Байқап тұрсаңыз 3-де тұр. Сіздер бұны қалай регулировать етесіздер? Сіз өзіңіздің машинкаңыздың несіне қарай қарап шығасыз, және де бір лоскуток, бір қиынды матаға аласыздар. Соның барлығын бірінші тексеріп аласыздар, сосын барып оюымызға көшесіздер. Мен көпшігіңіздің ортасынан бастаймын. Сіздерге де солай кеңес беремін. Өйткені на жағынан, сыртынан деп ортасынан бастайтын болсаңыз, сіздің матаңыз жиырылып қалады. Міне именно ортасынан бастап, жан жағына қарай, шетіне қарай жүретін боламыз. Бисмилlah. Мінекейіңіз дәл осылай бүкіл оюымызды айналдырып зигзагтап шығамыз. Біз оюымызды зигзагтап болдық. Барлығы аккуратно. Астарымыз біздің осындай, артқы жіптерін барлығын алып тастаймыз. Енді біз сырып тігуге дайындаймыз. Сырып тігу үшін біздің шовтарымыз, тігістеріміз түзу түсу үшін біз қазір бормен разметка жасап аламыз. Біздің көпшігімізде ромбиктер шыққан болатын. Сол ромбиктерді менің мына линейкамның ені 4,5 см. Сол үшін мен осы 4,5 см-мен алып сызып шығамын. Осының енімен. Сіздер өлшеп сызсаңыздар да болады, болмаса осылай, егер линейкаларыңыздың ені сізге соның размері ұнап тұрған болса, именно сол размермен де тіге берсеңіздер болады. Енді былай қарай бұрып аламыз. Бұрып алғаннан кейін, примерно өзіңізге, міне былай қарасаңыз, мына ромбик шығып тұр. Қалай ұнайды өзіңізге, солай бөлсеңіз болады. Былай болса бізде квадратик шығады. Маған больше міне осындай ромбиктардың несі ұнайды, фигурасы ұнайды. Сол үшін мен осылай алып, тоже сызып шығамын. 4,5 см деп айтып кеттім. Сол неде көлемде линиялар жүргізіп аламыз. Бұл бізге не үшін? Біздің тігістеріміз қисық болып түспеу үшін ешқандай арнайы лапкасыз, ешқандай специальный неге стежкаға сырып тігуге арналған линейкасыз спокойно осылай тігіп шығуға болады. Тігістеріңіз өте түзу, әдемі болып шығады, иншаллах. Егер осы видеода көрсетілген барлық нұсқаулықтарды орындаған болсаңыз, сіздің өніміңіз әдемі болады. Міне біз сызып дайындап алдық. Міне біздің дайын ромбиктарымыздың түрі осындай болады. Ал бізге қазір сэндвич дайындау керек болады. Сэндвич дегеніміз не? Бұл 3 матаның бір-біріне қойылғаны. То есть бұл бізде астар мата, шыт мата. Одан кейін наполнитель толтырғышымыз. Мен айтып кеттім, бұл бізде синтепон, жүздік және де дайындап алған беті основамыз. Синтепон мен беткі қабатымыз, мына оюымыздың размері бізде 40-40 см. Ал астарымыздың өлшемі 43-43 см. Бұл неге? Мына жан жағынан біз 3 см-ден артық аламыз. Біз сырып тіккен кезде астарымыз жиырылады ғой, көтеріледі. Сол үшін матаңыз жетпей қалмауы үшін.
жоғары алатын болсақ, міне мына жақтан 3 сантиметр, мына жақтан 3 сантиметр, кейбір жерлерде даже көріп тұрсыздар, синтепон артық шығып тұр, ол ешқандай проблемасы жоқ. Бізге главное ең маңызды нәрсе, тоқталып кететін, бұл сэндвичімізді дұрыстап бекітіп алу, бұл сырып тігудің негіздерінен. Қазір именно осы сэндвичімізді бекітеміз. Бұл стрижка жасаған кезде обязательно астыңғы қымата отырады, ойларыңыздан шығармаңыздар. Біз қазір тура ортасынан басамыз да 3 слойымызды алып өтетіндей қылдырып инемен бекітіп аламыз, жазамыз. Тура сол сияқты бір алақандай орын қалдырып, мына жақ тұстан тағы да бекітеміз. Жазық столдың үстінде тұру керек. Барлық 3 слойымызды да алып отыру керек. Міне, ортасынан бастаймыз обязательно, чтобы жан-жағы шығып кетпейтіндей. Каждый 10 сантиметр сайын алып отырсаңыздар болады, бір алақандай орын алып отырсаңыздар да болады. Өздеріңіздің ыңғайына қарай қарайсыздар. Тура осылай, мынау менде екінші қатарымыз міне. Сонда біздегісі басынан бастап бір қатар, міне 2 қатар, мына 3-ші, мына 4-ші, мына 5-ші, 5 қатар инемен бекітіп алуымыз керек болады. Мен біздің сэндвичімізді 5 қатар қалдырып бекітіп алдым. Жылжымайтындай астарымыз осындай болып шығады. Енді машинкаға барамыз.